талданатын ең өзекті тақырыптардың бірі Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» атты романы. Бүгін бізде қонағымызда Мезекенова Зульфия. Қош келдіңіз. Осы шығарманы оқыған кезде қандай әсер алдыңыз? Немен қызықтырды сізді? Өте керемет сұрақ. Бұл роман мені негізінен Ұлпанның мінезі қызықтырды. Ол дейтін өте сабырлы, ақылды, ер мінезді қыз болған. Сонымен қатар бұл романда қазақ даласының ертеден келе жатқан салт-дәстүрі өте қатты әсер етті. Өте керемет. Енді бұл шығарманың жанры қандай және оның қандай кейіпкерлері болды? Ғабит Мүсіреповтің бұл еңбегі тарихи әлеуметтік роман жанрында жазылған. Сонымен қатар оның басты кейіпкерлерінің бірі Ұлпан. Жаңағы айтқандай өте сабырлы, ақылды, сонымен қатар ел үшін бәріне баруға дайын жан. Сонымен қатар бұл романның тағы басты кейіпкерлерінің бірі Есеней, өте беделді би болған, аты жан-жаққа тараған. Өте керемет. Енді бұл шығарманың қысқаша мазмұны туралы айтып кетсеңіз. Бұл роман 19 ғасырдағы қазақ даласының оқиғасына негізделіп жасалған романдардың бірі. Бұл романның басты кейіпкері Есеней, ол бір топ атымен бірге бұрынғы досы, жауынгер досы, серіктесі Артықбай батырдан жеріне кіріп кетеді. Оның кіріп кеткен кезде оның алдынан еркекше киінген Ұлпан атты қыз келіп, оған сын тарта бастайды. Бұл осыдан 13 жыл бұрын сол Артықбай батырдың киіз үйіне келіп намаз оқып отырған кезде Ұлпан оның артына мініп ойнайтын еді. Ол қазір қарайтын болсақ, ол Ұлпан өте әдемі қызға айнала келген. Ұлпан сол кезде оған сын тартып, одан салық төлетеді. Тағы да айта кететін болсақ, Есеней батыр екі баласынан шешек ауруынан айырылып қалған болатын. Қазіргі кезде оның басты мақсаттарының бірі бала сүю. Осы мақсатты аңсап жүргенде ол Ұлпанға ғашық болады. Ұлпанды өзіне екінші әйел қылып алады. Осылайша Ұлпан Есеней ауылына барып бірге тұра бастайды. 10-15 жыл өткеннен кейін ол ауыл атақты ауылдардың бірі болады. Жер-жерге тарай бастайды. Сонымен қатар Есенейдің атына қоса Ұлпанның аты да бірге тарай бастайды. Осылайша олар отбасы болады. Арада 9 жыл өткеннен кейін Есеней ауыр халге шалдығып, ауыр науқас болып, жатып қалып, өмірден озады. Бірақ олардың арасында Біжікен атты қыз қалады. Ол қызда өте бой жетіп, тез арада әдемі қызға айнала келеді. Бұл Біжікен атты қызының тағдырын алаңдаған ана Ұлпан оны Торсан атты беделді, ақылды жігітке тұрмысқа беруді жөн көреді. Осылайша Біжікен мен Торсан отбасы болады. Арада жылдар өтіп, Біжікен Торсаннан бала сүйеді. Ол баланың аты Шоқан. Бірақ өкінішке орай Біжікен босану барысында қаза табады. Осылайша айлар өтеді. Торсан Есенейден қалған қазынаны жан-жаққа шаша бастайды, өзінің жақындарына беріп бастайды. Бір сөзбен айтқанды, Ұлпанды отырса опақ, тұрса сопақ қылады, оған күн көрсетпейді. Оны шыдамаған Ұлпан маған көрсеткен қайғының өз басына келсін деп бір түн ішінде у ішіп қайтыс болады. Арада айлар өткеннен кейін Торсанның бұл түрегін шыдай алмаған ұлы Шоқан өзіне қылыш жұмсап қаза табады. Романның соңына келетін болсақ, бұл роман 1920 жылдары Торсанның қазасымен бітеді. Осылайша Ұлпанның аты халықтың арасында ел анасы атымен танылып кетеді. Өте қызықты әрі өкінішті шығарма екен. Ал енді эфирімізді қорытындылай келе қоятын сұрағым, Ғабит Мүсірепов осы шығарма арқылы не айтқысы келген және қазіргі қоғаммен байланысын айтып кетсеңіз? Өте керемет сұрақ. Мен ойымша Ғабит Мүсірепов бұл роман арқылы қазіргі кезде өзекті мәселелердің бірі әйел адамның қоғамдағы рөлін айтқысы келді, оның рухани күшін, сонымен қатар ол елі үшін қандай пайдасын тигізетінін айтқысы келді деп ойлаймын. Яғни қазіргі қоғаммен салыстыратын болсақ, қазіргі кезде әйелдің көшбасшылығы, оның рухани дамуы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Ал жауаптарыңызға рахмет. Ал енді құрметті тыңдармандар, бүгінгі эфир өз мәресіне жетті деген ойдамын. Зульфия, келіп өз ойыңызбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Ал кездесіп келешкенше сау болыңыздар.